Концерт 20-летию Кешью будет проходить, Кудай Голоса, на центральном стадионе 29 мая. И если вам, конечно, интересна стоимость этого шоу, то я вам скажу: $1 миллиард. Ни в коем случае не стоит думать, что билеты будут дорогие. Я вообще люблю говорить правду, ничего не приукрашать, ничего не преуменьшать. Действительно, это очень дорогостоящее шоу, и поверьте мне, оно будет мирового масштаба. Билеты будут недорогими, мы понимаем, что в основном придут студенты, молодежь, от 5 до 15 тысяч тенге. Очень дорогостоящее шоу, и поверьте мне, оно будет мирового масштаба. Ustazımsın, конечно. Ustazımsın, конечно. Нұркезетке салатын бір. Мен және ұстазым. Мына хайпқа мен бір антихайп жасамасам болмады енді, қараңыздар. Баян Мақсатқызы туралы бір ғана нәрсе айтуға болады, она наидобрейший человек. 5 лет своему учителю она вонзала нож в спину и улыбалась ей в лицо. Енді шыны керек болады ғой жаңағыдай, семішке шағап отырып артынан диземен забивать етіп көретін хайповый кино отыр, бүкіл халық осыны айтып жатыр. Енді Баян апа на хайпе дейді ғой, трендтен түспей жатыр, байқаған шығарсыздар, керемет бір гениальный хайп менеджер жалдаған көрініп тұр. Бұл жерде негізі екі мәселе бар. Біріншіден енді Баян жаңағы Мөлдірдің артын ашып беріп отыр ғой. Енді Мөлдір Баянның артын ашады, интервью береді, оны жақсылап тұрып бәріміз көреміз тазда рахаттанып. Сосын екеуі бір-бірінің артын ашқаннан кейін енді түсінікті ғой, сотқа береді. Сосын кім сотқа бірінші береді, сол терпелі болады. Оны айтамыз, сот мүмкін онлайн болып, ашық түрде бүкіл 20 миллион халық соны көретін шығармыз. Енді Қазақстан үстіп жаңағыдай дамып көркейіп, хайптар кіріп шыға беретін хайповый дворға айналып келе жатқан сияқты. Енді күлесіз ба, жылайсыз ба, оны өзіңіз білесіз. Бұл бір. Екінші мен айтайын, негізі бұл договорняк, сценарий, кәдімгі шоу, кино, шантаж, интрига, барлық элементтер қосылған. Алдағы уақытта Кешу жанданып, жаңадан бір концерт беріп, жаңа Балжан Бидаш пен Мөлдір екеуі совместный трек жазып, бір кино, документальный осындай нәрселерді істейді. Енді Баянның басқа істейтін тірлігі жоқ, басқа айтатын әңгімесі жоқ деп ойлайсыз ба? Әрине, бұның барлығы маркетинг ход. Бірақ бір детальді қосып жүру керек еді. Жаңағы Тұрсын Алагөзовтың Макси Чайын арасына тығып жіберу керек осы әңгімеге. Макси Чай іштеп айттың, ол ішпеді, анау мынау деген сияқты бірдеңені ұйымдастырып, сонда күшті реклама кететін еді деп ойлаймын. Жалпы достар, бұл әшейін хайп, ұйымдастырылған, жалданған дүние, кино не болса да енді жерде кімді кінәлаймыз? Соны жасап отқан адамдарды ма, жоқ осыған миллион просмотр беріп отқан қарапайым халық біз ба? Енді о жағын өзіңіз ойланып қорытынды жасай беру. Жармай бұрын хабарласып ескертті. Мен әрине қатысамын дедім. Уақытқа дейін Көйеншіл Алматыда болсын, Астанада болсын, Отырық Алтын ханым болсын, қазақ аруларын мысалы қатармен 2 жыл қателеспесем жүргіздім, тағы да фильмге түстім. Бұл менің ол кісіге, ол кісілерге деген құрметіммен сыйластығым. Бір қорқыныш сезімнен немесе бір ойбай бір қатыса салу керек еді деген менде ой мүлдем болған жоқ. Я очень рада встретиться с Баян Мақсатовной. Я видела ее в прошлом году только на концерте Queen. Я приходила, смотрела, наблюдала за концертом и действительно была... Мен елге келдім, бірақ багажым жоқ, ішінде 10-15 миллиондық затым бар, бүкіл алтындарым ішінде кетті. Транзитпен ұшатын болғанбыз, Балиде 2 күн қалдырып қойды бізді. Өйткені бір рейсті задержка қылған, Балидың рейсі задержка болғаннан кейін Куала-Лумпурдағы рейстен үлгерген жоқ. Сөйтеді бұлар бізді қалдырады сол жақтан. Біз сол жақта қалып, сонымен бұлар бізді Бангкоктан ұшырады. Бангкокқа барғанда багаж жоқ, багаж келген жоқ. 2 дәу үлкен сумка, бүкіл мен бала шағам, өзім киімдерім, алтындарым, сөмке бәрі соның ішінде, косметикаға дейін соның ішінде ғой. Сонымен қалып багажды іздейін десем, гастрольдік сапарым басталады. Қазір мысалы түнде ұшып келдім, келе салып мен бірден Қызылордаға кетіп бара жатып, себебі ертең мен концерттік турым басталады. Халықтың алдына жауапкершілік болғаннан кейін қала алмадым да багажды іздеп, сонымен ұшып келдім. Енді біз қараңызшына ситуацияны жібере алмай тұрмын да, өйткені мәселе ақшаның санында болып тұрған жоқ. Қаншама сен үйдің бетін көрмей, бала шағаның түрін көрмей,
күн түн еңбектен тапқан ақшаң да ол құндылық та, сондай заттарың сен алдың соншама еңбекпен тапқан табысыңмен, соны ішім күйіп баратыр ше, жібере алмай жатыр. Мына сөйтіп қатты өксіп бір жылап алдым. Әрине хайыры ғой, шығын шықпай кіріс жоқ қой, енді шығыс шықпай кіріс жоқ, енді оның міндетті түрде мұндай ситуациялар болып тұрады, бірақ ана қатты бір жібере алмай тұрып ше мына ситуацияны. Сонымен енді осындай көңіл күймен ұшып бара жатырмын. Сол гастрольдік сапарыма, әйтеуір сол сапарда бір көңілдің орнына түседі деген үміттемін. Не болса да әйтеуір қолдайтын халық бар ғой. Осындай ситуацияларда қандай өмірлік жағдай болмасын, әрдайым білмеймін, енді өзімді алып шығатын халық қой. Қолдаумен, қошеметпен, қаншама адам хабарласып жатыр қазір, не болды, бәрі дұрыс па деп уайымдап, бәрі үлкен рахмет сіздерге, алғыс. Сондай жағдай болды басымызда. Бірақ күшті демалыс болды, действительно күшті демалыс болды. Не болса да әрине хайыры ғой. Сонымен мен енді жолдан жолға шығып, гастрольдік сапарға шығып кеттім. Ертең Қызылордадан бастаймыз. Бұл менің мерейтойлық үлкен гастрольдік сапарым, халықтан да есеп беруім. Үлкен үзіліс болды. Менде 8 жыл карантинде болдық. Одан кейін мен босандым, декреттік демалыс болды. Әйел адамдарда міндетті түрде осындай үзілістер болып тұрады. Содан кейін енді мен қайтадан шығып жарып тұрмын толыққанды. Сол себепті билеттер Тикетон сайтында тұр. Келіңіздер. Мен сіздерді сағындым. Мен сіздерді қатты сағындым. Сіздермен қауышуға. Я расскажу еще одну правду. Очень поздно ночью я была в Стамбуле, ко мне позвонил Мирамбек Беспаев. Я прошу прощения у Мирамбека Беспаева, потому что это человек, который поддерживает Молю. Они земляки. И он сказал: Баян, койсаңшы, ол менің қарындасым. Я закрою свой рот, я закрою всю правду на нее, я закрою глаза, если она придет и отработает то, что должна отработать. Она меня кинула на половине пути. Когда уже я запустила все процессы, когда уже потрачено было как минимум $200 000, он сказал: хорошо, я поговорю. На следующий день она мне пишет: я приду на репетиции и сделаю так, как вы скажете. Во-первых, она не пришла на репетицию на первую, и все ее ждали, как обычно. Не извинилась, не сказала, ничего, просто не пришла. Ходит на репетицию с опозданием, закрывает руку: не снимайте меня. Окей. Потом говорит нашим помощникам: я просто не накрашена. Завтра я прихожу на репетиции, я приду накрашенной, пожалуйста, снимайте меня. Приходит на следующий день, повторяется та же самая картина. Она у нас записана, сейчас мы ее вам покажем. Закрывает руку и не спасибо, не пожалуйста, выходит, садится в машину и уезжает. Она даже не послушалась Мирабека, своего друга, брата, защитника. Расскажу еще